Уақытсыз тажал. Ертеде бір шал болды. Сол шалдың 9 баласы бар еді. 9-ның да әйелі болды. Bir күндерде шал балаларына мына сөздерді айтты. Балаларым, мына жатқан мал, жиылып тұрған дүние барлығы, алдарыңда сайрап тұрған соң шалқып жүрсіңдер. Биыл мен өлемін. Мен өлген соң қыс болады, суық қатты аязы мұрын тесетін күндер болады. Сол уақытта сендер дәулетке ие бола алмайсыңдар. Онан да мен өлген соң елге барыңдар. Себебі қыс қатты болса малға жұт келеді. Сол жұттан малдан мал қалмай қырылады. Сендер менің тілімді алыңдар. Малдан жеуге, ішуге, киюге жететін мал алып, қыс түспей басқасын сатып, менің туған еліме көшіп барыңдар деді. Балалары мақұл деп шалға уәдесін берді. Балаларына қарап, балаларым, сендер менің айтқанымды істеңдер. Осы жолмен елге барарсыңдар. Сол жолда қалың жиде кез болады. Сол жидеге түстенетін уақытқа кез болсаңдар, түстенбей, түнейтін уақытқа кез болсаңдар, түнемей өтіп кетіңдер. Ол жидеде менің ескі жауым бар деп шал балаларына жолын көрсетіп жөнін айтты. Балалары мақұл ата, орындаймыз деді. Bir күндерде күзге жақын шалдың балалары қой жайып жүргенде шал өлді. Шал өлген соң балалары малдың бәрін сатып, керекті аз ғана малын алып қалып жүре берді. Өздері bir күндерде ақылдасып отырып, жігіттер, әкемнің айтқаны бар еді ғой, кел елге көшейік деп елге көшті. Бұл күндерде олар 9 ұл 9 келін еді. Айтқан жидесіне кез болды. Күн батқан кезде жидеге кез болып қонып қалды. Біреу тұрып, бауырларым, бұл жерге қонбалық, әкем айтып еді ғой, жидеде жауым бар деп, қонсақ шығынға ұшырап қалармыз деп еді. Күн батқанда қайда барамыз? Әулие болса әкең неге өлді деді барлығы. Сол жерге түнеді. Жатқан мезгілде маңырап бір көгешкі келді. Әлгешкіні бәрі қамалап ұстап алып соямыз десті. Біреу желін ұстап көріп, шелек әкел, сауамыз, сүті көп екен деді. Әйелдер шелек әкеліп сауса, 18 аяқ сүт шықты. Бұл жақсы ешкі екен. Қонған жерде сауып ішіп тұрайық, сойып етін жегенше десті де жатып ұйықтап қалды. Таң атқан соң қараса, бір ағасы әйелі мен аттарымен жоқ. Бұлардың ойында еш нәрсе жоқ. Олар сол жерден көшкенде жиналып кеусіз келіп еді. Қайтадан қашқан ғой, барсын деді қойды. Ертесіне тағы келіп, бір жерлерге түнеді. Ешкіні сауып еді, 2 аяқ сүтті бұрынғысынан кем берді. Тұрып ертесіне қараса, бір ағасы әйелі мен аттарымен жоқ болып шықты. Бұлар ештеңе қауіп етпей жүре береді. Жүре 6 ер, 6 әйел қалды. Тағы да кішісі тұрып, жігіттер, әкем жидеге қонба деп көп айтып еді, біз болмай қондық. Енді сол жидеден душар болған пәле осы. Осыдан басқа пәле жоқ. Бізді жол жөнекей құртып та келген осы ғой. Мұны бүгін түні түзетейік. Осы жалмауыз бұдан құтылмай жақсылық жоқ деп еді. Қалғандар мақұл десті. Сол түні біреу күзетіп, жарым түннен соң екіншісін оятып, енді сен күзет, менің ұйқым келді деді. Мақұл деп біреу тағы күзетіп отырып, таң қимыл бергенде қалып кетті. Сол уақытта ең кішісі көзін ашып алса, бір ағасы әйелі мен аттарымен жоқ. Қараса, бір аттың соңғы сирағын жұтып жатқан жерінен көз шалып, дереу ағаларын оятып, қой, мұны өлтіреміз деп екеуі қуып, әлгі ешкі қашып бір базарға жақындай бергенде әдемі сұлу қыз болды. Екі жігіт ұстап алып, сабап жатқанда ел жиналып, бұл қалай деп қамалап, жай сұрады. Жігіттер жайын айтып еді. Көпшілік, өтірік, бұл қыз ғой, қайдан ешкі саған деп екі жігіт қосып сұлу қызбен қанға алып барды. Хан қызға қызығып, әйелдік қалып, екеуін қуып берді. Екеуі келіп үйін көшіріп, сол шәрінің бір шетіне қондырды. Bir күндерде екеуінің әйелі басқа біреулермен қашып кетті. Екі жігіт бойдақ қалып, көп шығындарға ұшырады. Бұдан соң ханның сүйген сұлуы ауырды. Неше тәуіптерді шақырып қаратып еді, ешқайсысы кеселін таба алмады. Bir күні хан отырып, саған не болды деп сұрады. Әйел тұрып, менің үйде алтын тарағым мен алтын табағым бар еді. Соған басымды жуып тұрушы едім, сол жоқ деді. Оны кімге алғызамыз, кім білет деп сұрады хан. Тақсыр, әнеу күнгі мені қуып жүрген екі жігітші, солар біледі, соны жұмсаңыз деді әйелі. Хан баяғы қос мырзаны шақыртып алып та бар деп сол айтқанына жіберді. Екеуі амалсыздан кетті. Екеуі келе жатып бір көл жағасындағы қалың терек көлеңкесіне аттарын жіберіп ұйықтап қалып еді. Көлге бір топ
қыздар түсіп қайта шығып келе жатып екі жігітке кез болды. Қараса біреуінің бөркінің түймесінде бір қағаз қыстырулы тұр. Сол қағазды алып бір қыз қарады. Ішінде былай деп жазылған: құрметті апа, мына барған екеуін барған заманда жұт, қалған жетеуін мен жұттым. Шалдан 9 ағайын екен, мен оларын әйелімен 14 адамды жұттым. Осы екеуін тірі қойма жұт деп жазыпты. Қыздар бұл қағазды жыртып тастап, қасындағы басқа қыздарды қайтарып, екі қыз әлгі ұйқыда жатқан екі жігітті оятты. Сіздер қайдан келе жатқан жігітсіздер деп сұрады. Жігіттер жайын айтты. Ол онда анық жалмауыз екен. Саған берген қағазында мына жігіттерді жұт, мен алдап алтын тарақ пен алтын табаққа жұмсадым деп жазған екен, деді қыздар. Қыздар былай деп жазды: мына барған екеуі менің балам, апа, туған жиенің. Бұған алтын табақ пен алтын тарақты беріп жібер. Шаман келгенше жақсы күт деп. Осы қағазды алдына жайып тұрыңыздар, деді. Қайтарда бізге жолығып кетіңіздер, біз күнде осы көлдің басында боламыз, деді. Мақұл деп екі жігіт қағазды алып кемпірге барды. Айтқандай кемпір алдынан жүгірді. Біз апа, біз балаңбыз апа деп қағазды алдына жайып қойды. Қарағым-ай, іздеп келгенсіңдер ғой, жиенім екенсіңдер, жақсы қарағым, үйге жүріңдер деп кемпір үйіне еріп келді. Көп күндер екеуін сыйлады. Bir күндерді бала қараса, үй ішінде 3 таяқ тұр екен, үшеуді тал екен. Біреу сарғайып кепкен, екіншісі қызарып кеуіп жетпеген, үшіншісі көк шыбық. Апа, мына таяқтар не деп сұрады. Қарағым, мына көк сенің туған шешеңіз, мына қызылы мен, сары қурағаны менің шешем бар, сол. Таяқ жанымыз, соны екі бөліп тастаса біз өлеміз. Ол сынбайынша біз өлмейміз, деді. Ал апа, біз қайтайық деп балалар рұқсат сұрады. Жоқ әке, тұра тұрыңдар. Осы жерде менің шешем бар, соған барайын. Қызына беретін сәлемдемесі бар шығар. Айтайын деп кемпір үйден шығып кеткен уақытта жігіттер 3 таяқты алып жолға шығып келе жатып, қызыл таяқты жона бастады. Қараса кемпір аласұрып, өлтірме балам деп жақындап қалған екен. Таяқты 4 бөлек етіп сындырды. Сары таяқты да сындырды. Екі жігіт көк таяқты алып көлге жетті. Көлден баяғы қыздар шығып, жігіттермен есендесіп жай сұрап еді. Жігіттер не істеп келе жатқандарын айтты. Сонда қыздар тұрып: сен екеуің жақсы ер жігіт екенсің, сендер басында 9 ағайынды екенсіңдер. Сонан сендердің жетеуіңді жұтқан екен. Енді қалған осы екеуін барған заманда жұт деп жазған екен. Екеуіңді ер екенсің, сендерді амалмен алып қалған біз. Мінекей достар, екеуіміз екеуіңе тиеміз, бізді ала кет, деді. Екі жігіт мақұл деп, екеуін алып екеуіне үйленді. Төртеуі болып хан ордасына жақындап келгенде көк таяқты жонды. Хан сұлуы аласырып жүгірді. Соңынан қан бастаған ел әйелді жын ұрды деп бірге жүгірді. Жақындаған кезде көк таяқты сындырды. Хан сұлуы өлді. Алтын тарақ пен алтын табақты ханға ұсынып еді. Мұны не қыламын? Сұлуым өлді деп хан қапаланып өлді. Хан өлген соң хан орнына екі жігіттің үлкені хан болып мұраттарына жетті.